Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз алгоритмнің базалық құрылымдары. Яғни оның ішіне кіретіні сызықтық құрылым, тармақталу алгоритмдері, циклдік құрылым, алгоритм күрделілігі ұғымы, алгоритм күрделілік функциясының түрлері екен. Енді бірінші сызықтық құрылым деп отырған сіздер жаңа алдында өтіп кеттік. Оны бұл композиция деп атайды. Бұл жерде мысалы бір есеп берілетін болса, ол есепте тармақ цикл болмайды. Альтернативті немесе тармақталу дейді. Альтернатива дегеніміз ол таңдау қызметін атқарады. Егер шынымен күн жылы болса, көкке шығамыз, әйтпесе үйде отырамыз. Көкке шығатын болса, оның өзінің модулі бар. Соған керекті ақпараттар өңдейміз. Ал үйде отыратын болсақ, ол тек үйде отырмайсыз, үй жиһаздарын жөндейсіз. Оның өзінің бөлек модулі бар. Ал енді үшіншісі бұл итерация. Итерация ол немесе цикл. Яғни цикл дегеніміз ол бір әрекеттің бірнеше рет қайталануын цикл деп атаймыз. Циклдің үш түрі бар. Әзірше дейін параметрлі. Мына жерде сіздер экранда көріп отырсыздар. Композиция, қозғалыс, алгоритм әр кезеңге тізбекте, яғни сызықтық орындалу есебін процесін бейнелейді дейді. Ондағы операторлар бірінен кейін бірі орындалады екен. Яғни мысалы, егер y тең болады 2x квадрат қосылған 3 болатын болса, мен енді ауызша сіздерге айта салайын. Мысалы, онда алгоритм, алгы дейсіздер, мысалы. Одан кейін аргументте x болады да, ал нәтижеде y болады екен. Басы дейміз. Басы алгоритм басталуын білдіреді. Одан кейін айнымалын енгізу болады. Оған біз нені енгіземіз? X енгіземіз. Есепті орындаған кезде, мысалы 2x квадратты біз д-ға меншіктейтін болсақ, одан кейін y тең болады д қосылған. Не деп жазамыз? Жаңағы x квадрат қосылған 3 дедім, 3-ті қосамыз. Сонымен айнымалылар деген ол 2-ке бөлінеді екен. Олар жаңағыдай тәуелді, тәуелсіз деп. Бұл жерде 2x квадрат қосылған 3-тің шыққан мәнін y мәні қабылдайды екен. Соны қабылдаған мән тәуелді болса, мән қабылдағанды, ал біз беретін мәніміз x-ке, ол жаңағы тәуелсіз болады екен. Аралық шама дегеніміз не? Есептің басында қатыспайтын, есептің ортасында қатысатын шаманы аралық шама дейміз. Яғни ол, мысалы, сіз үй тұрмыстан айтайық. Мысалы, егерде сіз үйді жинауыңыз керек болса, таңертең ата-анаңызға сіз айтасыз, үйді жинайын дейсіз. Бірақ үйді жинау бұл есеп болса, сіз сағат 10-нан кейін сіздің жаңағы құрбыңыз келіп, көмектессе, Гүлмира деген. Бірақ ол кісі сағат 4:30-нан кетіп қалса, ата-анаңыз келгенде сіз айтпайсыз ғой үйде, бүгін Гүлмира келіп кетті деп. Яғни есептің басында ол адам болған жоқ, есептің ортасында қатысты. Есепті жеңілдету үшін, яғни жаңағы үйді тез жинап шығу үшін көмектесіп кетті. Немесе математикалық тілді алсақ, дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac деген бар. Яғни дискриминанттың орнына түбірасты дискриминант. Біз b квадрат 4ac жазуға болады. Міне осындай кішкене осындай өзгерістер болып отырады. Енді мына жерде жаңағы айтып өттім, альтернатива немесе тармақталу деп. Жаңағы тармақталу командалары дегеніміз ол оның бір жағы ақиқат болады, бір жағы жалған болады. Мысалы, егер шынымен x-тен 0 үлкен болса, шынымен біз 5-ті берген кезде 0-ден үлкен бе? Я болса, ол ақиқат жағы, жоқ болатын болса, ол жаңағыдай жалған жағы екен. Оны әйтпесе деген қабылдайды. Мына жерде экранда қараңыздар. Сіздерде тұр, мысалы, толық түрі тұр. Егер шарт орындалса, онда бірінші мүмкіндік орындалады. Егер шарт орындалмаса, екінші мүмкіндік орындалады. Мына жерде я деп отырған да деп тұр сіздерде, жоқ болса нет деп тұр. Яғни бұлар қысқартылған түрде болуы мүмкін. Мысалы, егер күн жылы болса, жаңа айттым ғой, көкке шықсаңыздар я болады, шынымен күн жылы болса. Егер күн суық болса, жоқ болса, онда екінші серия орындалады. Серия дегеніміз не? Ол есептің бір мағынаны білдіруін айтамыз. Көкке шығудың өзі бір мағына болса, ал үйде отыру ол екінші мағына.
Яғни үйде отырмайсыз, үйде жаңағыдай уборкалайсыз, тазалайсыз, жуасыз, соның бәрі циклдік әрекеттер қолданылады. Мысалы, еденді таза болғанша жуа беру. Сіз айтпайсыз ғой, 1 жу, 2 жу, 3 жу. Сол жерде біз нені қолданамыз екен? Циклді қолданады екенбіз. А бұл жерде бізде тармақталу тұр. Тармақталу операторлары бұл көбіне бір тармақты болуы мүмкін, 2 тармақты немесе көп тармақты болуы мүмкін. Қайталану деп отырғанымыз, бұл жерде біз қайталану операторларын біз былай деп атаймыз. Цикл дегеніміз не? Бір әрекеттің бірнеше рет қайталануын цикл дейміз. Циклдың әзірше, дейін және параметрлі болып 3-ке бөлінеді. Әзірше циклында бірінші шарт орындалады, ал дейін циклында бірінші есептің денесі орындалады, ал параметр циклда циклдың мәні белгілі болған кезде параметрісі белгілі орындалады екен, қадамы белгілі болады. Мысалы келтірбек, әзірше циклында, мысалы, әзірше көмір келді дейік еске алдыңға, сіз көмірді үйге кіргізуіңіз керек. Әзірше көмір кіргізілген жоқ, ма? Онда көмірді кіргізесіз. Ал егер де жаңағыдай әзірше көмір бітіп баса, жоқ болса, бағдарламадан шығып кетесіз. Дейін циклында керісінше, мысалы, сіз не істейсіз? Келген көмірді лақты бірінші қалақпен лақтырасыз да, сұрайсыз, бітті ма дейсіз? Жоқ. Онда бітпесе қайта лақтырасыз. Ал егер көмір кіргізілген болатын болса, онда ол дегенде бағдарламадан шығып кетеді екенсіз. Ал тағы бір мүмкіндігі бар, жаңағы параметрлі цикл. Параметрлі цикл деп отырғанымыз ол, айтып отырмын, қадам белгілі. Мысалы, мына жерде 5 орындық болса, 5 орындықты далаға шығар десек, біз оны білеміз жо. Яғни циклды біз 5 рет қайталаймыз. Бір белгілі кісі 5 рет шығарады екен. Ал енді кейде, мысалы, сіз параметр циклды айта алмайсыз. Мысалы, қолданамайсыз. Мысалы, қар жауғанда, қарды күреген кезде сіз айта алмайсыз ғой, дүз рет күрекпен лақтыр, қар бітеді деп. Яғни, әзірше қар күрелген жоқ, ма? Онда қарды күрей бер деген сияқты. Немесе бірінші қарды күре, бітті ма? Жоқ, бітпесе, онда лақтыр. Яғни, ал параметр циклда мәні белгілі болған кезде ғана циклды сонша қайталаймыз. Мысалы, 1-ден 5-ке дейін сандық қос. Ендеше біз параметр циклды қолданамыз, мәні белгілі. Сондықтан осы жердегі әзірше дейін параметр циклдарды білулеріңіз қажет. Сіздерде циклдың құрылымы беріледі. Мына жерде қараңыздар, міне әзірше циклында бірінші есептің шарты беріледі, әзірше. Одан кейін есептің денесі беріледі. Дейін циклында бірінші есептің денесі беріледі, одан кейін шарты беріледі. Параметрлі циклда циклдың орындалу қадамы беріледі екен. Енді мына сіздерде жаңа күрделілік дегенді айтып кеттік. Мына алгоритм сапасын бағалау үшін алгоритм күрделілік ұғымы немесе оған кері алгоритм тиімділік ұғымы енгізіледі. Алгоритм жүйеге асыруға неғұрлым көп уақыт көлемі қажет етілсе, оның күрделілігі артып, тиімділігі төмендейді. Мысалы, өмірден ала салайық сіздерге алгоритм күрделілігін. Мысалы, кей есепті ұзақ жолмен шығаруға болады, кей есепті қысқа жолмен шығаруға болады. Неғұрлым ұзақ жолмен шығарсаңыз, ол уже күрделілігін анықтайды. Оған уақыт тиімсіз және көлем үлкен. Сондықтан Python бағдарламау тілі бұл рефакторинген тіл болып табылады екен. Мысалы, сіздер бұрын факториалды есептеп жатсаңыздар, циклды қойып ішіне. Ал бүгінгі таңда факториал деген сөзге бүкіл бағдарламаның модулі кіріп кетеді бір сөздің ішіне. Яғни, айттым ғой жаңағы, енді уақытша күрделілік бұл алгоритм жүйеге асырған кететін уақыт шығындарын сипаттау критерийлер. Яғни солай, яғни алгоритм неғұрлым белгілі бір қысқа уақытта бұны сіз қалай орындайсыз, соған қарай оның уақытша күрделілігін анықтайсыз. Мысалы, айтасыз, мына жерді орындағанда осыдан өтіп кетсем, мына жері жеңіл болады деген сияқты. Енді көлемдік күрделілік деген бар. Ол дәл осы мақсатта шығындардың жадыны сипаттайтын критерийлер. Жоғары айтылған критерийлер. Мысалы, сіздер практикалық, теориялық тапсырмаларыңыздың бәрін орындап, кіргізтіріп, кірістірілетін болсаңыз,
оның жаңағыдай несі көп болып кетуі мүмкін. Сол кезде қолданушы өзі есептейді қай жағына орындауға ыңғайлы екен. Мысалы айтайын. Мысалы сіздер WhatsApp-пен видео таратасыздар ғой бір-бірлеріңізге. Сол кезде видеоны таратқан кезде жіберген адам мен қабылдаған адам арасында айырмашылық бар. Неге? Ол пикселін жоғалтады. Егер де ол видеоның качество дейміз ғой, сапасы жақсы болып баратын болса, онда ол WhatsApp-та бағдарламасы ол кризиске ұшырайды. Себебі оған көп мегабит жұмсалады. Ал неғұрлым мегабит көп жұмсалатын болса, ол кішкене тежеледі. Тежеліп істесе, елдер басқа тілді іздей бастайды. Жоқ, басқа платформаны қолданғысы келеді. Сол үшін бағдарламашылар не істейді? Негізгі барған ақпаратты сапасы нашар болса да главный шығарып береді. Міне. Сондықтан бұл қолданушылар әртүрлі күрделікті қолданады екен. Алгоритм күрделігі мына келесі факторларға байланысты. Сіз экранда тұр. Мысалы жазылып тұр, сіздерде қарап шығыңыздар. Мен енді бұның бәрін сіздерге айтып шықтым. Жаңағы ассемблер программалауға жылдам есептейді, ал дәл осы есепті жоғарғы. Яғни программалау тілдері екі деңгейде бөлінеді, жоғарғы деңгейде, төменгі деңгейде. Қайсы компьютерге жақын тіл, сол төменгі деңгейден оған ассемблер жатады. Жоғарғы деңгейде тілге бәрі жатады екен. Мына жерде сіздерде формуласы тұр, күрделікті есептейтін формуласы. Яғни бұл жерде жаңағы тұр ғой, о n-нің квадраты 3 дәрежесі, n дәрежесі деп. Бұл функцияға қарай полиномиалды күрделік функциясы тұр экранда. Қараңыздар. Күрделік екінші логарифм 2 n деп тұр. Бұл жерде жаңағы сіздер көріп отырғандай экспоненциалды күрделік беріліп тұр. 2-нің n дәрежесі 0 деп. Қолданушы өзі біледі қалай қолданатынын. Енді назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы алгоритмдеуде сызықтық тармақталу цикл ұғымдарын білулеріңіз қажет. Сау болыңыздар.